Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге салық отчетін қалай отзывать етеміз, яғни салық отчетін қайтарып аламыз. Салық отчетін біз қай салық отчетін қайтарып аламыз? Бірінші соны таңдап аламыз. В форме налоговой отчетности дегеннен журнал форум дегенді таңдаймыз. Найти батырмасын басамыз. Бұл жерден мен соңғы 2022 жылдың екінші полугодиясы бойынша уведомлениені ашып аламын. Көшіріп алдым. Бұл бізге қажет болады. Одан соң налоговый заявление дегенге барамын. Осы жерден отзывать ететін отчетты таңдаймын. Отзыв налоговой отчетности дегеннен заявление толтыратын боламыз. Бұл заявлениенің бірінші бетінде А нұсқасында қай салық отчетының формасы бойынша сіз отзывать етесіз. Менде 910 салық отчеты. Және вид налоговой отчетности деп тұр. Бұл жерде очередная. Қай налоговый период екінші жарты жылдық бойынша 2022 жыл үшін. Және регистрационный номерді жаңа біз көшіріп алдық, уведомление. Сол жерден алып жазатын боламыз. Міне. Копировать етіп алып, осы жерге қоямыз. Және бұл разделде 4-ші, 5-ші және 6-ші раздел болады. Бұл разделде сізде удаленный методпен өшіруге болады. Яғни сіз отчетыңызды полный отзывать етіп тастайсыз. Өшіресіз отчетыңызды. Сөйтіп жаңадан отчетыңызды тапсыратын боласыз. Бұл жерде сіздікі очередной ма жауып жатқан болсаңыз, мына А нұсқасын таңдайсыз. Қайтарып аласыз солай. Менде С нұсқасын таңдаймын, удаленный метод бойынша. Мына жерде сіз қай пунктке сәйкес келесіз, соны таңдайсыз оқып өзіңізге. Менде С нұсқасы предоставление при отсутствии обязательства по представить такой налоговой отчетности деп келіп тұр. Осыны таңдаймын. Егер сіз алдын ала уақытынан бұрын отчетты тапсырып қойсаңыз, әр отчеттің өзінің салық уақыты болады. Менде упрощенка болса, упрощенканы сіз 1 январдан бастап тапсыруыңыз керек. Яғни 1 январ мен 15 февраль аралығында сіз осы отчетыңызды тапсыратын боласыз. Со нұсқасын таңдайсыз. Егер сізде бұл салық отчетының кезеңі уақыты өтіп кетті, осы 6-шы жағдайдағы себептерге байланысты сіз өзгерткіңіз келсе, удаленный метод емес, өзгеріспен міне методом изменения деп тұр. Осы жерден таңдайсыз. Сіз күнін дұрыс жазбай қойдыңыз ба контрактының, немесе код валюты дейді. Сіз русский деп таңдап қойдыңыз ба, рубль деп таңдап қойдыңыз, соны жазасыз. Немесе резидент Қазақстан емес, не резидент деп қателесіп таңдап қойдыңыз. Сол кезде прежнее содержание деп тұрады. Сіз қате жазған нәрсеңізді көрсетесіз біріншінде, ал новое содержаниеге дұрыс содержаниені таңдайтын боласыз. Өзіңіздің қажетіңізге қарай. Одан кейін код налоговый органа дейді. Мына жерде сіз бірінші код органға, мына жерде Д нұсқасында сіз бизнестің код органын таңдауыңыз керек. Яғни бизнес орналасқан аймақтағы налоговый орган таңдайтын боласыз. Және ең астыңғы жағдайда менде удаленный методпен кетіп жатыр. Код органа государственных органов дегенге өзіміздің салық басқармамызды аудан бойынша жазамыз. Енді тексереміз, проверить. Ошибок нет. Осылай біз отправить ОГД деп жіберетін боламыз налоговый заявлениемізді.